Баршаңызға сәлем, сізбен Сана Тим. Менің есімім Нұрдәулет. Ал мен есім Айбек. Бұл видеода FL Challenge туралы түсіндіретін боламыз. FL Challenge дегеніміз FL лигасы жас бойынша ең жоғары дивизионнан. Әр топта 2-ден 8-ге дейін қатысушы бола алады және әр қатысушы 12-16 жас болуы тиіс. 16 қосып алынады. Негізі FL Challenge-ді 4-ке бөлсе болады. Робо-гейм, инновациялық жоба, ішкі құндылықтар және де робо-дизайн. Әр жыл FL-дің тематикасы ауысып тұрады және де осы жылдың тематикасы су астындағы әлем. Айта кете, осы видеода назарымызды инновациялық жобаға аударамыз. Инновациялық жоба дегеніміз әр топ қазіргі сезонға байланысты жаһанды және өзекті мәселені табуы және шешу болып саналады. Әр топ жасаған зерттеулерін презентация арқылы жасайды. Оған қоса әр топ макет немесе проект жасап, төрешілер отырыс кезінде әлемге деген оның әсерін көрсете алады. Төрешілер отырысы шамамен жарты сағат өтеді. Және де осы берілген уақытта топ тек қана инновациялық жобаны емес, оған қоса робо-дизайн мен ішкі құндылықтар да түсіндіріп үлгеру керек. Төрешілер отырысында инновациялық жобаның төрешілер белгілі бір критерийлермен бағалайтыны топтарға ұмытпағаны жөн. Инновациялық жобада ең басты дайындау ғана емес, бірақ мәселені қалай ұсынғаныңыз. Төрешілер отырыс кезінде топқа инженерлік кітаптерді толтыру ұсынылады. Инженерлік кітаптерді топтың жетістіктері мен өткен жолдары айтып бейнелей алады. Төрешілер отырыс кезінде сол инженерлік кітаптерді көрсетіп бере аласыз. Сіздермен болған Сана Тим. Назарыңыз үшін рахмет.